Сәлем достар, менің есімім Мерейім, қысқаша Мерей десеңіздер де болады. Мен бүгінгі видеода өзімнің күнделікті макияжымды қалай жасайтынымды, қандай косметикаларды қолданатынымды сіздермен бірге бөлісетін боламын және бірге жасайтын боламын. Қазір мен бетіме тек қана базаны жағып қойдым. База бұл менде осындай, қалай айтсам болады, сыворотка, ампульная сыворотка деп аталады негізі, церамид витаминный. Осыны жақтым бетіме, кішкене күттім. Енді кезекте тоналканы жағатын боламыз. Және осы видеоның соңында мен бүкіл косметикамен бөлісетін боламын. Қандай косметика қолданатынымды және қайсысы менің көңілімнен шығатын. Менде тоналка міне осындай, Эвелинмен қазір жағатын боламыз бетімізге. Және де ұмытпау керек, жаңағы бьюти блендерді сулап алған өте дұрыс болады. Себебі құрғақтай бір жағынан неприятно, и жаққан кезде немножко ыңғайсыз және сушить етеді. Мен тоналканы осылай жаққан маған ыңғайлы. Әрі адам незі өзінше. Тоналкамызды жақтық. Енді консилерді қолданамыз. Көздің астына. Және де кейбір егер прыщиктер сияқты болса, соны қолданамыз. Енді бұны да блендермен растышпай етсем. Бетіңіздерге аппақ сияқты болып тұрған болар. Бірақ та қазір макияждың соңында бәрін болады. Гель для бровеймен қасымызды уложить етеміз. Бірінші төменге қарай, потом жоғарыға. Сонда более эффектісі күшті болады. Ламинированием сияқты. Вот, көрдіңіздер ма? Енді қазір қасты бояуға кірісеміз. Мен қасымды карандашпен бояймын. Қатты емес, тек кішкене. Потому что енді естественно болғаны жақсырақ. Тегінде ашық, светлый зеленый ғана. Слегка только. Және қасымыз боялды. Енді біз кішкене астын консилермен өткізіп шығамыз. Чтобы андай артық бояу, немесе артық бір нәрсе болмас үшін. Астын көпілік. Енді бұны кішкене қолымызбен істеп жүреміз. И все. Енді көзімізді бояуға кірісеміз. Теңмен. Қазір. Менде екі түрлі тень бар. Екеуін аралас. Ең светлый цветін, бежевый цветін қолданамыз. Как база сияқты. Потом кішкене более приятный розовый, либо сондай коричневый сияқты цветті басқа палеткадан боятын боламыз. Кеттік. Бежевый цветтен бояп жатыр екінші жағын. Жаңа айтқанымдай база ретінде. Енді екінші палеткаға көшеміз. Бұл бізде Ruby Rose'тың палеткасы. Бұл жерден біз мына цветті аламыз. Такой приятный цвет. Қалай айтсам екен? Более оранжевый деп те айта алмаймын. Такой персиковый цвет деп айтсам. Оған осы цвет ұнап тұр бүгін. Екінші жағда персиковый цветтен боялды. Енді мына коричневый цветтағы блескіде қолданғым келіп тұр. Бір андай акцент сияқты болады. Акцент берген ол күшті жақсы, хотя бы блестки или бір немен андай разнообразить ету керек. То андай күнде бір немен болса жалықтыра жері мүмкін. Енді мына цветпен, ақ цветпен көзіміздің мына бір ұшын жаңағыдай кішкене ғана бүйтіп жағып қоямыз. Осылай. Жеткілікті, әдемі болып тұрады. Енді кірпік бояуға кірісеміз. Кірпікті боямастан бұрын осындай кірпіктің расческасымен бүйтіп тұра жіберем, чтобы андай бір-біріне жабысып, не істемес үшін бояған кезде.
бөлек разделяться етіп тұру үшін. Осылай кірпіктерді тараған. Шыны да күшті әдіс екенін мен жақында ғана білдім. Күнде тарап жүріп результат көрдім. Жаңағы тарап, потом душ жаққан кезде андай бір-біріне жабыспайды. Кәдімгі күшті немен жағылады. Эффекті. Уже крабым түсіп бара жатыр. Қазір міне шашымды дұрыстадым. Жаңағыдай кедергі келтірмес үшін. Енді тушты қолданамыз. Бірінші жаймен. Артық езім етіп. Бірінші жаймен барлық. Вот, бірінші көзімнің кірпіктері боялды. Қараңыздаршы разницаны. Көрініп тұр ғой, қазір екінші көзімді бояймын. Кірпіктерін. Вот, кірпіктерімді тушпен бояп болдым. Қараңыздаршы қандай әдемі. Енді қазір кішкене хайлайтер жағамыз бетімізге. Потом ерінді бояуға кірісеміз. Негізі менде мынандай хайлайтер бар. Бұл розовый цветте. Бірақ мен бұны көп қолданбаймын. Көбіне жаңағы тень бар ғой, Ruby Rose'дың. Сондағы блескеде кішкене жағам. Нәтижелерге мұрныма болды. Соның өзі маған жеткілікті. Вот, кішкене ғана хайлайтер жақтық. Мұрнымызға және мына жерімізге. Не? Беттің осы жерлеріне. Енді енімізді бояймыз. Ең алдымен карандашпен контурын сызып аламыз. Мен қатты үлкейтпеймін. Кішкене ғана. Еніміздің контурын сызып болдық. Енді помада жағамыз. Менде осындай қызыл, бірақ қызыл болғанда қызылдың матовый цветі. Бұнымен басқа қалай түсіндіретінді. Соны кішкене жағамыз. Сосын үстінен тинтпен блеск жағамыз. Күшті болып тұрады, қазір көресіздер. Міне осындай тинтпен қазір кішкене ғана жағамыз. Міне кішкене тинт жақтық, енді блеск жағамыз. Это у нас уже последний штрих. Будь моим нарядом, сладким шоколадом. Қазір сіздерге өзім қолданатын косметиканы түгелдей көрсетіп шығамын. Ең бірінші бұл бізде база, ампульная сыворотка, осы мен қолданамын. Үнемі макияждың алдында жағам. Бұл біздегі екі палетка бар менде. Соның біріншісі мына Ruby Rose'ның палеткасы осындай цветтерден тұрады. Одан кейін екінші Naked-тің палеткасы. Ол бізде осындай цветтерден тұрады. Ең ходовой қажет цветтерден. Потом тональный крем. Мынау бізде Petwater. Мен мынаны қолдандым жаңа. Бұл бізде екеуі де Evelyn'ның каналкалары қатты ұнайды. Потом бұл бізде Luxe Visage-дың блеск для губы бұлдап тұтып жатыр. Бірақ өте күшті жаңағы цветі. Еще көпке дейін тұрады стойки. Оказывается. Потом мынау бізде Art Visage-дың жаңағы фиксирующий гелі для бровей. Потом бұл бізде мен қолданған помада. Қызыл цветтің сондай матовый сияқты цветі. Қатты ұнайды. Сосын менде осындай хайлайтер бар. Оны тек арасында ғана қолданамын. Осындай розовый цветте. Потом бізде қасқа осы карандашты қолданамын. Бұл бізде Luxe Visage-дың күшті дәл маған келетін оттенкі. Потом консилер бұлтап өтіп жатыр. Вивена сабонын керемет күшті оттенок, кәдімгі андай қатты светлый емес, но такой бежевый какой-то. Потом Miss Tyson жаңағы карандаш для губ. Потом Кабареттің тушы. Вообще лучший, самый лучший тушь для меня. И еще тинт. Менің қолданатын бар косметика. Осы. Достар, сонымен менің бүгінгі видео тамам соңына келіп жетті. Сіздерге мен толықтай өзімнің күнделікті макияжымды қалай жасайтынымды көрсеттім және қандай косметиканың түрлерімен қолданатынымды көрсеттім. Бүгінгі видео ұнады деген ойдамын. Егер ұнаса, каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Менің инстаграм аккаунтыма да тіркеліп қойыңыздар. Мен сіздерге тек рахмет айтқым келіп тұр. Соңына дейін тыңдағандарыңыз үшін. Тағы да келесі видеоларда жүздескенше.